Ал енді біз бірінші сұраққа бағаларын қойып шықтық. Енді екінші сұраққа келейік. Бірінші сұрақта біз бағана әр баланы жеке-жеке өзін бағаладық. Енді екінші сұраққа келейік. Екінші сұрақта группалардың қандай пайдасы бар екен көрейік. Енді қараңыздар, біз кірдік. Мына жерде әлі грейдскоп ешқандай группаларды таппаған, потому что біз ең басында өзіміз таңдаймыз дедік қой. Біз потому что вручную бұны жасаймыз дедік, оны өзгертуге болады, бірақ біз осылай таңдап қойдық. Енді мына жерде мен 5 баланың жауаптарын көре аламын. Мысалы айталық, мына баланың жауабы мынандай, мына оқушы вообще ештеңе жазбаған, бос парақ өткізген. Мына жақта бір жауап бар, мында бар. Енді байқасаңыздар, мынау 1 бөлу 221 деген бірнеше рет кездеседі. Мен бұларды таңдаймын, міне осы үшеуін, и create a group деймін, жаңа группа ашамын. Оның атын мен қайтадан 1 бөлу 221 деп белгілей салайын. Окей дедім. Енді қалған екеуі, олар и так бөлек-бөлек, оларға ешқандай группа жоқ. Енді мен view groups'ты қайттан бассам, менде бірақ қана группа тұр, и оның ішінде 3 жауап бар. Енді мен grade дегенді басам. Grade дегенді басқан кезде бағалау. Қайттан тура солай бізге айтып отыр. Сен қазір нені бағалайын деп жатсың? Бір группаны бағалайсың, оның ішінде 3 оқушының жұмыстары бар. И одан кейін 2 группаларға кірмеген баланың жұмыстарын бағалайсың. Continue, жалғастырамыз. Енді қараңыздар. Submission 1-3 деп тұр. Қайтадан. Мен қазір баға қойған кезде сразу бірінші, екінші, үшінші балаға бірден баға қоятын боламын. Енді қараңыздар. Бұл балалардың жауаптары дұрыс. Мен бұны жауапты уже білгеннен кейін, мен сразу мына жерде correct деп тұр. Мен балалардан ешқандай ұпай алмаймын. То есть, мына жердегі рубрика. Рубрика деген не деген сөз? Менде бірнеше вариант болуы мүмкін. Айталық, бала егер дұрыс жауап берген болса, мен онда оған ешқандай ұпай кеспеймін, correct деп айтамын. Екінші бір рубрика ашайын. Например, қате жауап болатын болса, мен минус 20 деп айтайын, мысал үшін. И бұл жерге wrong answer деп жазам. Жауап қате деп жазам. Осындай бір рубрика болсын. И тағы да бір рубрика, бағана бізде бір баланың парағы бос болды. Мен бос балаға минус 30 дейін, ол ешқандай ұпай алмайды. И бұл жерге мен no answer деп жазайын. Яғни балада ешқандай жауап жоқ. Менде 3 түрлі вариант бар деп айталық. Енді осы жерде менде осы балалар жауабын дұрыс тапты. Сол үшін мен мына рубриканы таңдаймын. Оны таңдау үшін мен мына жердегі кнопкаға басам. Байқадыңыздар ма? Осы кнопкаға басқан кезде автоматически менде 30 деген сан жанды. То есть 30 ұпайдан 30 ұпай алып отыр. Енді мен не істеймін? Мен next дегенді басам. Қараңыздар, next дегенді басқан кезде мен уже 4-ші оқушыға секіріп кеттім. 4-ші оқушы менде мына оқушы ештеңе толтырмаған. Бос парақ өткізген. Сол үшін мен мынаны таңдаймын. No answer. И бала ешқандай ұпай алмайды. Next дедім. Мына жерде бала тырысты, шығарды, бірақ қате жасады. Сол үшін мен wrong answer деймін. Минус 20. Енді сіз осындай рубрикалар таңдадыңыз. Бірақ айталық, сіз барлық ситуацияларды қарастырмауыңыз мүмкін. Бәлкім кейбір рубрикалар сізде әлі жоқ. Сіз не істей аласыз? Жаңа бір рубрика қоса аласыз. Немесе айталық, баланың жауабы қате болды. Мен осы рубриканы сақтағым келеді, бірақ баланың айталық тырысқаны үшін мен оған бір 5 балл қосқым келеді. Мен не істей алам? Мына жерде астында point adjustment деген бар. Point adjustment деген ұпайды түзету деген сөз. Болмаса өзгерту. Мен осы жерге мысалы плюс 5 деп жазалам. Плюс 5 десем, байқадыңыздар ма? Мына жерге сразу 10 емес 15 болып кетті. То есть мен бұл балаға тырысқан үшін плюс 5 балл қосалам. Бұл балаға 5 балл қостық деп айталық. Енді кеттік ары қарай. Байқадыңыздар ма? Мына жерде бағана үстінде біз бағалап жатқан кезде, көрейін қайтадан. Мына жерде үстінде неше бала бағаланып қойғаны уже көрініп тұр. Бағана менде 5 баладан 5-еуі уже бағаланды деп тұр, graded деп тұр. Бірақ grading 3 submissions дейді. Бірақ негізі 3 жұмысты біз бағаладық. Неге? Себебі бізде 3 оқушы
бірге болды ғой, сол үшін оны 1 деп есептеп жатыр. То есть мен 5 оқушының жұмысын тексердім уже, бірақ негізі мен 3-ақ жұмыс тексердім. То есть мен кішкене болса да уақытымды үнемдедім деген сөз. Хорошо. Енді бізде 3-ші сұрақ қалды. 3-ші сұраққа келеміз. Тура солай группаларға бөлуге тырысайық бірінші. Ал енді біз көрейік, неше оқушының жұмыстары бірдей екен. Мысалы, 1/3 деген міне біреу тұр, міне біреу тұр, 1/6, 1/... міне. Мына екеуі, мен оларды бір группаға қосып жіберемін. 1/3 деген группа аштым. Кетті. Енді менде тағы 3 жауап қалды. Мынау 1/6 бұл бөлек, ол жалғыз өзі тұр. Мына екеуі 1/2 деп тұр. Бұл екеуін тағы да бір группаға қосайын. 1/2 деген группа аштым. Бітті. Енді мына өзі жалғыз, оның группасы жоқ. Енді view groups деймін. View groups деген кезде менде осы жолы 2 группа бар. Бір группаның ішінде 2 студенттің жұмысы бар, екіншісінде де 2 студенттің жұмысы бар. Біріншісінде жауаптар 1/3 деп мен өзіме оңай болсын деп жазып қойдым. Екінші группаның аты 1/2. Хорошо, енді мен grade дегенді басам да, енді кірсем. Мына жерде енді маған не дейді? You will grade 2 groups. Сен қазір 2 группаға баға қоясың дейді. Оның ішінде 4 жұмыс бар. Және де бір жеке жұмысты қарастырасың. Ешқандай группаға кірмеген. Ungrouped. То есть группадан тыс. Continue деймін. Енді қараңыздар. Submission 1 мен 2. То есть мен 2 оқушының жұмысын бірден қазір бағалайтын боламын. Енді мына жерде мен сұрақты бір оқиын. A fair six-sided die is rolled once. То есть кубик бар ғой. Кубик 1-ден 6-ға дейін сандар бар әр жағында. Соны бүйтіп лақтырған кезде what's the probability of rolling an even number дейді. То есть сол кезде жұп санның шығу шансы неше дейді. Енді менде 1-ден 6-ға дейін сандар бар. Оның тең жартысы жұп сандар. Сол үшін probability of rolling an even number. Сол үшін жауап 6 варианттың 3-і болу керек. Мына жерде жауабы 1-ден 2 емес 1-ден 3 болып тұр. Яғни бұл қате жауап. Сол үшін менде correct деген бір рубрика қалсын дұрыс жауаптар үшін. Мен екінші рубрика ашсам, wrong answer деймін. Айталық, мен енді кішкене қателескен болған үшін -20 деймін. Mistaken деймін. Қателестің деп жазам. Және де осы рубриканы таңдаймын. Яғни бұл сұрақ үшін олар 30 ұпайдан 10 ұпайын ғана алады. Келесіге өткен кезде байқадыңыздар ма, мен сразу 3 пен 4-ке өттім. 3 пен 4 уже мына жерде не істеген? Уже дұрыс шығарған. Яғни менде 6 варианттың 3-і дұрыс. Сол үшін мен 3-ті 6-ға бөледі. Оны қысқартқан кезде 1/2 болып шығады. Бұл жауап дұрыс. Сол үшін мен осыны таңдаймын. Енді мен осы рубриканы таңдадым. Мен келесіне өтем. Келесіде менде соңғы студенттің жұмысы қалды. 5-ші. Бұл жерде 1-ден 6 деп жазып қойған. Бұл қате. Мен бұған да mistaken деп айтайын. Бірақ бұл бала еш шығаруға тырыспаған сияқты. Ол как будто наугад жазған сияқты. Сол үшін мен тағы да -5 ұпай дейін. Сол үшін оның 30-дан 5 ұпай ғана болады. Енді мен барлық тапсырмаларды бағалап шықтым. Енді мен бұның бәрін жеке қолмен істеген кезде бұл сәл көбірек уақыт алатын еді. Яғни мен 5 баланың орнына как будто 3 баланы бағалаған сияқтымын. Бұл қатты көп болып көрінбеуі мүмкін. Бірақ та егер сізде 50 оқушы, 100 оқушы болса, сіз бұның пайдасын кәдімгідей көретін боласыз. Неғұрлым көп оқушы бар болса, сіз соғұрлым көп уақыт үнемдейтін боласыз. Енді біз тапсырмаларды көрдік, оларды қалай жүктеу керек екенін үйрендік. Тапсырманың шаблонын қалай жүктеу, бағанағы layout дейді ғой, оны қай жерден қандай информацияны көру керек екенін оның бәрін көрсеттік. Балалардың жұмыстарын жүктедік, бағалап көрдік, оны группалармен бағалап көрдік.
Енді келесі видеода осы нәтижелерді көріп анализ жасауды көреміз.